Бауырлардың арасын бұзатын әйелдер. Бауырлардың бір-бірімен тату-тәтті тұруы, я болмаса мүлде араласпай кетуі ең бірінші әйелдерге байланысты. Әрине, әке-шеше бар кезде ол білінбейді. Әке-шешенің көзі кеткеннен кейін ер азаматтың бар баққаны әйел болып қалады. Сол үшін ата-ана жас күннен балаларға ең бірінші ата-ана, екінші бауыр, үшіншісі әйел бала-шаға деп үйрету керек. Біз соны қазір бірінші орында ата-ана, екінші орында әйел бала-шаға, ал үшінші орынға бауырды қойғанбыз. Сондықтан екі күннің бірінде бауырмен араспыз. Қазір көп әйелдер шулауы мүмкін. Жоқ, ер азаматқа байланысты. Ер азамат мықты болса, әйел оны тыңдайды. Ер азамат өздері араласпай кетеді деп. Жоқ, әйел деген ғаламат күш. Сіз түгілі жер жаһанды жаулаған Сұлтан Сүлейманның өзі бір әйелдің сөзіне сеніп, өзінің туған бауырынан артық болған досы Ибрахиммен өз баласын өз қолымен өлтірген жоқ па? Бұл тарихта болған дүние. Және күнде осындай жағдай өз басымыздан да өтіп жатыр. Сенің қаныңнан жарылған, бір ана, бір әке-шешеден туылған бауырдан артық сізге жақын ешкім жоқ. Алайда осындай жақындықты бұзатын әйелдерге ең бірінші себеп не? Ол әрине ақша, дүние. Сен бізге тиісті ақшаны, бізге тиісті дүниені бауырыңмен бөлісіп жатырсың деген іштарлықпен әйел бауырлардың ортасын бұзады. Алайда сіз мынаны біліңіз, бауырларға қиянат жасап, орынсыз кінәлайтын болсаңыз, о дүниеде қияметте сіздің жазаңыз ауыр болады екен. Бұл дүниеде қадіріне жетпеген бауырыңның о дүниеде етін жегізеді дейді. Сондықтан аяулы әйелдер қауымы, сіздер бауыр мен бауырдың арасына от жақпай, керісінше бауыр мен бауырдың арасын жақындастырыңыз. Осылайша сіз екі дүниенің бақытына еге боласыз және ағайын туыс бауыр мен өз жарыңыздың алдында абыройлы боласыз.